Ассалаумағалейкум достар, бұл Тимурдың оқиғасы 3-ші бөлім. Бүгін Тимур өзінің жан досына барып, бұл мотоциклін ауыстырып алуды жөн көрді. Яғни ол Каролина атты қызға ғашық болған соң, осындай керемет машинасын алуды жөн көреді. Содан соң бір аптаға машинасын сұрай тұрады. Есік алдында екеуі бір-біріне амандасып, хал жағдайын сұрайды. Содан соң досы Тимурға келісіп, өз машинасын береді. Сосын Тимур қуанышты күйде бұл машинаға қарай жүреді. Оған көп рахмет айтып, машинасын оталдырып, қызына қарай жол тартады. Жолға шыққан Тимур Каролинаның үйіне қарай жол тартады. Осы кезде Каролина өзі сыртқа қарай шығып бара жатқанын көрген соң Тимур машинасынан түсіп, оған сәлемдеседі. Оған да Каролина сәлемдесіп, Тимур оны кешке кездесуге шақырады. Каролина оған «иә» деп жауап береді. Содан соң екеуі кешке кездесуге дайындалады. Тимур қуанған жүзімен машинасына отырып, кешке кездесуге дайындалуға кетеді. 4 сағат өткен соң екеуі қыдырады. Екеуі біраз қыдырған соң Тимур Каролинаны үйіне шығарып салады. Содан соң қысылып, Тимур Каролинаны 3-4 күннен кейін кешке кездесуге шақырады. Каролина қуана-қуана «иә» деп жауап береді. Көңіл күймен Тимур үйіне қарай қайтады. Кешке кездесуінде күні келіп жетті. Кешке кездесуде Тимур мейрамхананың қасында Каролинаны көп күтеді. Каролинаны көп күткен Тимур бар ашуымен Каролинаның үйіне келіп жетеді. Үйінің алдында Каролина деп айқайласа да ешкім шықпайды. Содан кейін ол үйіне кіруді жөн көреді. Бірақ та Тимур бұл әрекетін іштей дұрыс емес деп есептейді. Екінші қатарға көтеріліп, Каролинаның бөлмесіне қарай кіреді. Осы кезде Каролина бөтен жігітпен Тимур осы сәтте қатты ызаланып, үйінен шығып кетеді. Содан соң Тимур іштей қынжыланып, клубқа келеді. Тимур клубтан қатты масайып, Каролина екеуі кездесетін жерді бақылап көреді. Және осы кездегі үлкен мосттан секіріп, өзіне қол жұмсауды жөн көрді. Тимур мостқа барып,
мост үстінде Каролина екеуінің кездескен жерлерін барлығын еске алады. Басымда жүрегімде құлып қазірді, бақыт нұрын шашқан күнді, уақытша тек бұлт жасырды. Ұмытпа басымда төкпей жауындап жасынды, әркез сен мені ойлама қоштасуда. Осы кезде Тимур секірейін деп тұрған кезде оның алдынан Келли атты қыз шығады. Келли Тимурға тоқта, сенің өмірің алда деп ақылын үйретеді. Бірақ Тимур маған жолама, мен өлем деген соң Келли барынша оны аман алып қалуға тырысады. Содан соң Тимур секіруді тоқтатып, Келлимен танысып, оның өмірін сақтап қалған үшін алғысын білдіреді. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мәди. Достар, бүгін Тимурдың оқиғасы 3-ші бөлім осындай болды. Енді менің еңбегімді бағалап, осы сериалға 200 лайк жинап тастайық. Содан соң 4-ші бөлімін шығарам. Кешігіп шығарғаным үшін сіздерге кешірім сұраймын, бірақ сіздерге көп рахмет. Сіздер менің алдыңғы 2-ші серияма 180 лайк жинап тапсыңдар. Сіздерге көп рахмет. Енді достар, 4-ші бөлімде не күтесіздер? Келли мен Тимурдың махаббатын күтесіздер ме, или өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздердің ойларыңыз бойынша құратын болам. Енді маған осы видеоға көмектескен достарыма көп рахметімді айтам. Тағы да кешірім сұраймын, видео кешігіп салынып жатыр, өйткені мұғалімдер күні демекші. Мұғалімдерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің аналарыңыз мұғалім болса, әкелеріңіз мұғалім болса, шын жүректен құттықтаймын. Сондықтан осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетейік. Сіздермен болған Мәди. Келесі сериалда кездескенше. Сау.